Бисмилла сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып айменен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Асты бисмилла деп баста. Асты бисмилласыз жеме деген тыйым бар. Діни кітаптарда бисмилласыз ас іблістің қорегі делінеді. Бұл жайында мынадай қызықты аңыз бар. Ертеде Әбіл қой бағып, Қабыл егін егіп тынбай еңбек етіпті. Қарындары ашып, тамақтанар кезде қастарына ібліс келіп, маған да үлес тиіп қалар ма екен деп дәмеленеді екен. Әбіл асына бисмилла деп қол созғанда шайтанның үміті кесіліп, қап, бүгін жолым болмады. Тамағына ортақтасам деп күні бойы жанында жүріп едім, бисмилла деп асты адалға айналдырды. Маған бұл жерде орын жоқ деп ызаланып кетіп қалады екен. Қабылдың жанына келгенде ол асты қалай болса солай жей береді екен. Қабылдың осы қылығын шайтан жақсы көріпті. Бисмилласыз асқа ібліс те келіп ауыз салады. Қабылдың Әбілді өлтіруіне осы жағдай әсер еткен екен дейді. Бисмилласыз жеген ас іблістің тамағы деген сөз осыдан қалған екен дейді. Шейіш пайғамбарға адам ата құттың басы бисмилла, құт жұқсын десең, Құдайға шүкіршілік етіп, бетіңді сипа деп өсиет айтады. Содан бастап шеш өсиетті қаза етпей, дәстүрге айналдырыпты. Ібліс қарғыс қамытын киген кезде Тәңірі Тағаладан дат сұрайды. Датыңды айт дейді Құдай. Сонда ібліс, ұзақ жыл құлшылық еттім. Сендей ұлық Аллаға құлдарымның еңбек ақысын қайтармау лайық емес, соның өтеуін бер дейді. Не сұрайсың дейді Құдай. Мені дәргейіңнен қуып, адамға баспана бердің. Енді менің баспанам қайда болады деп сұрайды ібліс. Сол кезде Құдай, монша мен дәретхана сенің мекенің болсын дейді. Сонда ібліс, дәргейіңде жүргенде құлшылық қылатын жерім бар еді. Енді оны қайдан табамын? Сол кезде ұлық Алла, базар атаулы сенің құлшылық орның болсын дейді. Адамға оқу үшін Құран бердің, маған не бересің дейді сайтан. Тәңірі Тағала, сыпсың сөз, өсек аяң, сенің қасиетті кітабың болар. Сайтан тағы сұрады. Адамға қорек үшін дәм тағам бердің, менің тамағым қайда? Сол кезде Тәңірі айтты. Біреу бисмилласыз ас ішсе, дастарханда бата қайырмаса, сол ас саған бұйырсын деді. Ібліс алған олжасына масайрап, Алланың дәргейінен қуылып кете барды. Содан бері өзімнің қорегімді жеймін деп әр үйдің дастарханын аңдиды екен. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жырлаған аңыздың нұсқасында іблістің мынадай сөзі сақталған. Жаралған әурелікке менің басым, не керек мұнша дәурен сүрген жасым? Ас қорек адамдарға тағам бердің, кәнеки ішіп жейтін менің асым деп сұрайды. Сонда ұлық Алла, еңбегін еш пенденің жемейміз біз, өз пиғылың болып тұрған өзіңе кез. Тағамың сенің малғын осы болсын, ас ішсе егер біреу бисмилласыз деп жауап берген екен. Тағы бір аңыз бойынша ібліс барлық шайтандарды жинап алып, бүйдейді екен. Бүгін тойға барамыз, тамаққа тоямыз. Бала-шағаны түгел жинаңдар. Бір пақыр той жасап жатыр. Өзі дінге әлсіз, тыйым талапқа салақ. Қарын бір тойса, соның дастарханнан тояды дейді. Барлық шайтандар қуанып тойға асығады. Тойда тойбастар басталып, әулеттің сөз ұстайтын беделді ақсақалы алға шығады да, бисмилла деп сөз бастайды. Бұл сөзді естігенде ібліс қап, бұл ас бізге бұйырмады деп шарасыз қалде отыра кетіпті. Бұл жайында жыр-дастандарда айтылған имамдардан кітаптар көп, бәрінің басында бар бисмилласы. Дүниеде жүргенінде әрбір адам айтпастан бисмилласыз ішсе тағам, қосылып шайтан лағим бірге шеді, адағып болғанынша бәрін тамам деп келеді. Қиссасул Әнбия аңызында Нұх пайғамбардың бисмилла сөзімен құж деген дәудің қарын тойдырғаны баяндалады. Құж кесір мінезді ешкімнің ақылын алмайтын,
оңысты терісінен істейтін қыңыр болыпты. Ұзын бойы таудан асып бұлттар алқа сияқты мойнына киліп тұратын. Ол жалғыз өзі таудың үңгірінде жататын. Құждың бір ғана қайғысы қарнын тойғызу. Ішегі тәулік бойы сұрқырап тұратын. Ертелі кеш орманнан отын шауып, напақасын айырып жүреді. Бірде Нұх құжды шақырып, ағаштарды тасып беруді өтінеді. Сонда құж: "Қарнымды тойғызсаң, ағашты тасиын. Осыған дейін майлы аш жеп қарным жуанған емес. Тойып тамақ ішу маған арман болды" дейді. "Айтқаның болсын" дейді пайғамбар. Құж ертесіне Нұхтың ағаштарын тасып береді. Жұмысы біткен соң, Нұх оның алдына бір шелпек әкеліп қояды. Мынауың жұмырыма жұқ болмайды ғой" деп құж ашуланады. Сол кезде пайғамбар: "Бісміллә деп же, сонда тоясың" дейді. Құж бісміллә деп шелпектің жартысын жегенде тоқтығы білінеді. Жартысын қалтасына салып алады. Қарны тойғанына мәз болып, жөніне кеткен екен дейді.